Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде ерекше сабақ болайын деп тұр, өздеріңе белгілі ашық сабағымыз. Бүгін енді біз сабағымызды жақсылап бастамас бұрын көңіл күйімізді жақсылап көтеріп алайық. Бір-бірімізге сәттілік тілей отырып, әуенмен, бимен бір-бірімізге жолдап отырамыз. Сабағымызды жақсы белсенділікпен қатысу үшін, көңіл күйімізді көтеріп алдық. Олай болса, отырмас бұрын топқа бөлем. Топты мынандай ойын орағыш түрлерімен бөлем. Яғни әрқайсыңа қандай кез ұнайды, соны келіп тездетіп ала қойыңдар. Яғни әр түстің өзінің бір ерекшелігі бар, балалар. Көк туымызды білдіреді. Ал енді көк түс мынау бірінші топқа отырыңдар. Бірінші топ, екінші топ түс, қыздың ойын орағыш таққандар екінші топқа, үшінші бүгін кім кезекші? Аружан қайын болады. Сыныпта кім жоқ? Сыныпта Мұрат Қазаман. Үйге қандай тапсырма берілген еді? Үйге 37 жеке сарапшы сынып оқуға берілді. 37 барады. Яғни тақырып бізде діннен және отырған саясатының Қазақстанның дәстүрлі шараларын тигізген әсері. Ал балалар, олай болса жақсылап үйге дайындалып келген болса, мен сендерге сұрақ-жауап әдісі арқылы, яғни бағыт бойынша сұраймын. Мен байқасаңдар, мынау қабырғаларға еске бағыт жапсырып қойғам. Әр бағытта бір сұрақ беріліп тұр. Мен қазір сұрақтарға шығарамын әр топтан. Кім шықса, қаны Анар, Жансері, екінші бағытқа, бірінші бағытқа Анар, үшінші бағытқа Сая, төртінші бағытқа Нұрсұлтан, бесінші бағытқа Диас, алтыншы бағытқа Марал, жетінші бағытқа Нұрасыл, сегізінші бағытқа Аянбай, тоғызыншы бағытқа Айгерім. Шыға ғой. Әрқай бағыттың қасында
Тұра қалыңдар бағыттардың астына. 9 бағыт беріп тұр, иә. Ал енді, тездетіп бірінші сұрақтан бастап, Жансерік бастай қой, сұрақты алып оқимыз және жауап береміз. Отарлау саясатының қазақтардың дәстүрлі шаруашылығына тигізген әсері не? Отарлау саясатының қазақтардың дәстүрлі шаруашылығына тигізген әсері орыс және украин елдерінің келімсектерінің келуі және де мал көшпелі өмірден отырықшы өмірге мәжбүрлеуі. Керемет, өте дұрыс айтасың. Яғни, балалар, сіздерге кішкене бір не айта кетейін, мен бүгін бағалау тәсілін мынандай аралдар, бос аралдар беріп тұр, иә? Кішкене аға сұрап тұр. Міне осы аралдарға, мен әр сұрақтарға әртүрлі бағалаумен қазір беріп отырамын. Ал енді бүгінгі үй тапсырмалардың бағалауы сендерге адамның бейнесі арқылы бағалайтын болады. Жансерік, дұрыс, керемет. Ары қарай екінші бағытты айта бер. Сталпен реформасының кейінгі қазақ жеріне келімсектерді жаппай қоныстыру қай аймақтарда кейіннен жүргізілген? Сталпеннің реформасынан кейінгі қазақ жеріне келімсектерді жаппай қоныстандыру солтүстік шығыс және оңтүстік шығыс жақта болған көбінесе. Үшінші. Егін шаруашылығын дамытуға көшпенділер қандай қолайлы жерлерін тартып алынған? Егін шаруашылығын тартып алған қолайлы жерлері Тарбағатай, Іле және Батыс Сібір. Сонда көрсетіп аласың ба? Міне, картада көрсетіп жүрсің. Батыс Сібір мынау жерлерді осы жерде алған және Іле өзендері осы жерлері Алматы облысы, Жетісу, Тарбағатай, мынау Семей жақтарды алған. Дұрыс айтасың. Керемет. Мінекей бағалауды. Диас, тез етеміз. Қазақ жерінде қандай келімсектердің қоныстануымен шөп шауып малды қолда ұстайтын шаруашылық түрі дамай бастады? Қазақ жерінде орыс, украин келімсектері келгеннен соң қазақ жері арпа, бидайдан бөлек қызанақ және де қияр деген өсімдіктермен айналыса бастады. Егін шаруашылығымен айналысады. Керемет. Ал, Диас, Марал. 19 ғасырдың соңына дейін қазақ орыс келімсектері үшін көшпелі қазақтардан қай облыста және қаншаға жуық құнарлы жерлер сатып алынды? 19 ғасырдың соңына дейін қазақ орыс келімсектерінен Ақтоғай, Торғай, Семей, Ақмола облыстары тартып алынды және онда десятинаға жуық құнарлы жерлер. Керемет. Ал, Нұрасыл. Марал бағалап қояйық. Ұйғырлар мен дүнгендер қай облысқа қоныстанды, оларға қанша жер бөлініп берілді? Ұйғырлар мен дүнгендер Жетісу облысында қоныстанғанда оларға жердің десятина құнарлы жер бөлініп берілді. Өте дұрыс айтасың. Сая. Тау етегінде қандай шаруалар қоныстанды, олар қандай егіншілікпен айналысты? Тау етегінде бізде орыс қазақ және орыс украин қоныстады және олар көбінесе бау-бақша дәндерімен арпа, бидай, тары деген дақылдармен айналысты және ол жер ол топырақ суаруды қажет етеді. Өте дұрыс айтасың. Көшпелі қазақтарға қандай егістік жерлер берілді? Климаты жаман және егістікке қолайсыз жерлер берілді. Дұрыс айтасың. Айгерім. Ал, Аянбай. Соңғы бағыт бізде көшпелі қазақтардан жерді тартып алып, оған Ресейдің еуропалық губернияларынан шаруаларды әкеліп араластырып қалай аталады? Соның салдары саясаты деп аталады. Яғни көшпелі елдерден келіп, адамдар қоныстанған, иә? Біздің жеріміз тартып алып отырған осы не бізде қоныстандыру саясаты деп аталады деген. Мұқият сақтаймыз есімізде, қазір қайталаймыз. Ал балалар, аянбайға да белгі беріп қояйын. Енді тездетіп, бірінші топтың, екінші топтың, үшінші топтың аралы. Жапсыра қойыңдар. Жапсыра қойыңдар. Сұрады.
болса, балалар, енді тақтаға қараңдаршы. Не көріп тұрсыңдар? Қандай сурет көріп тұрсыңдар? Қоныстану шаруашылығы. Иә, мына жерде қазақ халқы көшіп қонып дайындалып жатыр, иә, түйелерін, үйлерді жинап. Ал мына екінші суретте көшіп келе жатқан ұлттарды көрсетіп жатыр. Яғни бүгінгі жаңа сабағымыз тақырыбы қалай ойлайсыңдар? Ең соңғы бағытта Аянбайдың сұрағы да оған байланысты. Қоныстану саясаты. Дұрыс айтасыңдар өте. Ресей империясының қоныстандыру саясаты деп аталады. Бүгінгі жаңа сабағымыз. Яғни, балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты Ресей империясының қоныстандыру саясатының себептері мен салдарын талдау, ал зерттеу сұрағымыз патша өкіметінің қоныстандыру саясаты қазақ қоғамының өмірін қалай өзгертті деген сұраққа жауап алатын боламыз. Бағалау критерийлері Ресей империясының қоныстандыру саясатының себептері мен мақсатын оның жүзеге асыру барысын талдау болып табылады. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Бүгінгі күнді жазып қоямыз, және сабақтың тақырыбын. Ал тақтада бүгінгі сабаққа байланысты термин сөздер берілген. Жаңа сөздер, иә, балалар? Келімсектер, жер көріп қайтушылар, байырғы халық. Яғни келімсектер дегеніміз осы бүгінгі сабаққа байланысты. Басқа жақтан келген қоныс аударушылар. Ал жер көріп қайтушылар құнарлы жер көріп таңдау үшін жіберілген шаруаларды жер көріп қайтушылар деп айтамыз. Байырғы халық, өзінің атауы айтып тұрғандай бұрыннан келе жатқан, сол жерде отыратын халықты айтқан, иә? Кездер дәптерімізге түсіріп алайық. Ал балалар болсақ барлығымыз қаламсақтарымызды қойып ел қараймыз. Бізде Қазақстан аумағына шаруаларды қоныс аудару себептері. Не себепті аударып жүрген олар, я басқа елдерге не себепті келді басқа ұлттар. Яғни шаруалар біріншілігінің өрши түсуін болдырмау, қоныс аударту есесіне қазақ өлкесіндегі өзінің сенімді тірегін қалыптастыру, қазақтарды көшпелі мал шаруашылығынан отырықшы шаруашылыққа, яғни өмір салттан көшіру болды. Және шаруаларды жергілікті халықты христиан дініне енгізумен орыстандыру, қазақтарды орыс империясының ол астығылар қоймасына айналдыру екен. Балалар басты себебі олардың, яғни біздің көшпелі ежелгі байырғы еліміз қазақ халқы, яғни кегіз үйді біздің тез жиналып, тез құралатын, сол кегіз үйді түйеге салып алып, көшіп қонып, мал шаруашылығында малдардың жайылымына байланысты жазда жайлауға, күзде күзеуге, қыста қыстауға, яғни көшіп қонып жүрген. Олар бір жерде жайылып отыра бермейді, әрқайсы малдың шөпті жеп, жердің ауа райының уақытысына байланысты көшіп қонып жүрген. Қазақ халқы әбден сол күнге үйренген, ал енді Ресей империясы бізді отырықшы халыққа, яғни отырғызуға, бір жерде отырып мал және егіншілікпен айналысуға шақырады. Бірақ біз оған дайын емес едік, ол бізге өте қатты қиынға соқты. Қоныс аудару шаралары 19 ғасырдың ортасына дейін Қазақстанға көбіне Ресейден әскери топпен қазақтар ғана қоныс аударып келген болатын. Ал 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап жағдай түбегейлі өзгерді. Өйткені 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап Ресей шаруашылықтарын, яғни қазақ даласына жаппай қоныс аударту ісі мемлекеттік тұрғыда қолға алына бастады. Енді біздің осы қазақ еліне қандай ұлттар келді, қоныс аударып келді? Ұйғыр, дүнген,
халықтарына қысым ол кезде көрсету күшейді. Қоныс аударудың басты себебі де осыған байланысты еді. 1881 жылы Қытай мен Ресей империясы арасында Санкт-Петербург келісімі шарты жасалды. Ол бойынша ұйғырлар мен дүнгендер бір жылдың ішінде Жетісу еліне бір жылдың ішінде көшіп келу керек болды. Сондай ғана уақыт берілген болатын. 1897 жылы қазақ жеріндегі ұйғырлардың саны 56 мыңға жетсе, ал дүнгендер 14 мыңға жетті. Қоныс аударушылар негізінен Жетісу аумағына, Верный және Жаркент уездеріне орналастырылды ең алғаш. Жетісу аумағына ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуы, яғни 19 ғасырдың 70-80 жылдарында патша үкіметінің бастамасы бойынша ұйғырлар мен дүнгендер жаңа айтып өткендей Жетісу жеріне қоныс аудара бастады. 18 ғасырда, 19 ғасырдың бірінші жартысында Қытай үкіметіне бірнеше рет көтеріліс жасады. Яғни Қытай әскерлері оларды аяусыз басып жаныштады. Ұйғырлар мен дүнгендерге күн көрсетпеді. Сондықтан олар Ресей үкіметіне келісім шартқа отырып, солардан көмек сұрап, ол Ресей үкіметі біздің Қазақстанның ең құнарлы жерлеріне әкеліп, өздерін жер көріп қайтушыларды жіберіп, өздерінің таңдаған жерлерін оларға беріп отырған екен. Жаппай қоныс аудару саясатының салдары. Бізден жайылымдық жерлерді пайдалану, яғни дәстүрі бұзылды. Біздің өзіміздің жайылып отырған құнарлы, керекті жерлерімізді тартып алды. Ғасырлар бойы отырған атамекеннен қуылды. Құнарсыз шет аймақтарға көшуге мәжбүр болды. Қоныс аудару саясаты байырғы халықтың жерін таппай, жаппай тартып алуға тырысты. Яғни келімсектер келген кезде оларды жер көріп қайтушылар өздеріне ұнаған жерлерін мына жерде көрсететін болған. Ол жерде қазақтар отырған болса, оларды атамекеннен қуып, басқа жерге көшіруге мәжбүр болды. Яғни Жетісудың сол кездегі әскери губернаторы Колпаковский болатын. 1867 жылы Жетісуға шаруалардың қоныс аудару туралы уақытша ережелер жасалды. Шаруалардың әрбір ер азаматына 30 десятинадан жер телімі бөлініп беріліп отырды. Ал борыштардан 15 жыл бойы босатылған екен. Яғни осы ережелер, уақытша ережеге, Колпаковскийдің жасаған ережелеріне біздің қазақ халқы бағынуға тура келді. Мына балалар жергілікті халық жағдайының нашарлай түсуін айта кетейін. Құнарлы жерлерді тартып алды, құнарсыз жерлерге көшірді. Омбы уезінде 52%, Қостанай уезінде 54%, Ақмола уезінде 73% жерлер тартып алынды. Ал жерін жаппай тартып алу осы жерден басталды, және жанжал, дау-дамайлар көбейе бастады. Ал балалар жалпы ұйғырлар мен дүнгендер біздің елге көшіп келген ұлттар, сол кездегі Қытайдың батысын, Қазақстан мен Орта Азия аймағын мекендейтін түркі отырықшы халықтарды ұйғырлар деп аталған. Сол кезде ұйғырлар осындай халық болған, түркі тілдес. Ал дүнгендер мұсылман дінін ұстанатын Қытай тілдес халық, яғни тілдері Қытай тіліне өте жақын келеді. Балалар осы кезде ұйғырларға Абдрахман Асылбеков деген мынандай өлең шумағын шығарған екен. Осы жақын жуық арада біздің қазақтарға күн көрсетпей осындай бір көтеріліс болған болатын. Сол кездегі бұрынғы қалай олардың келгені туралы өте жақсы өлең шығарған екен. Қараңыз, түркі тектес бауыр емес пе едіңдер, өз алдарына қауым емес пе едіңдер. Бір кездері Қытайдан қорлық көріп, керемет зорлық көріп, қазақ жерде келіп едіңдер ғой, бауырмал құшаққа еніп едіңдер ғой. Сендерді өзгелерден кем көріп еді, кем төрінен жер бөліп берді.
етек жиып ел болдыңдар, өзгелермен тең болдыңдар. Өз тілдеріңде мектеп, бақша да болды, қалталарында ақша да болды. Қалағандарың оңды солдарында болды, асхана, базар да қолдарында болды. Бірақ, келе мастанып байлық пен берекеге. Қазақтарды менсінбейтін болдыңдар. Халге жетіп, заң үкіметті жүріптіңдер, ардан аттап Құдайды ұмыттыңдар. Қазақтар бәріне шыдап бақты. Осындай қазақ елін қияр медіңдер, басқа елге барсаңдар сияр медіңдер. Өте керемет шығарған. Мінекей осында біздің жерімізді бөліп беріп, құнарлы жерлерімізді ата мекеннен қаншама қазақ қуылып, осыларға орын жерін беріп келгенде жақын арада бізде жуық арада болған болатын көтеріліс. Осы басқа ұлттар біздің қазақ еліне, яғни әлімжетті көрсетіп, әртүрлі жағдайлар орын алған болатын. Сол кезде шығарған өлең шумақ екен. Ал балалар, енді осы сабақ бойынша біз постермен жұмыс жасаймыз. Балалар постермен жұмыс жасағанда бағалау түрлерін айта кетейін. Сендерге мына бізде бос аралымыз тұр, сол аралға өте жақсы жұмыс жасаған топқа, яғни үш қабатты үй, ал орташа жасаған нелерге 2 қабатты үй беріледі. Ал кішкене білімдерінен қателескен оқушылар болса, оларға 1 қабатты үй беріледі. Яғни аралға жабысуымыз керек. Сондықтан бар күшімізді салып, ортаға сабаққа атсалсақ. Бірінші топқа алдарында көрініп тұр тақырыптар берілген. Ресей империясының қоныстану саясатының себептері мен салдары. Екінші топқа ұйғырлардың қоныс аудару шаруашылығы. Үшінші топқа дүнгендердің қоныс аударуы және шаруашылығы туралы. Бар білімімізді ортаға салайық. Бір карта беремін, яғни осы постерлерге жапсырып, бұл тіреген қай жерге ұйғырлар, қай жерге дүнгендер, қай жерге екендігін белгілеп жапсырсаңдар да болады. Әдемі көп қабатты үйді алу үшін жақсы соған атсалысу керек, ең маңызды, керекті. Қалған ауызша айтсақ та болады, үлгермей қалған. Уақыт аз қалды сіздерге.
Так, болған топ. Шапалап тұрасыз. Ал барлығымыз жер қарап зил қойып тыңдаймыз. Топтар бір-бірімізді тыңдаймыз. Бірінші топ ал бастаймыз. Ресей империясының қоныстандыру саясаты еді. 1867-1868 жылға реформадан кейін көшпелі қазақтардың әлеуметтік экономикалық өмірде де түбегейлі өзгертуіне алып келді. Мысалы, бізге келімсектер көшіп келді және де оларға қарастырылған жерлерде болды. Мысалы, Жетісу, Ақмола және де Томыс тобыл деген жерлер. Сіздерге мына осы жерлерден біреуін көрсетіп тұр. Мысалы, Ақмола жері. Осы жер бастысы келімсектерге қарастырылған жерлердің бірі болып саналды. Екі топ кішкене қарау керек, бірімізді тыңдау керек. Қалай болды басқа отырған топтар? Қанағаттанамыз ба? Өте жақсы, иә? Мен 3 қабатты үйді бірінші топқа беремін. Ал екінші топ. Бізге берген тапсырма бойынша дүнгендердің қоныстандыру саясаты. 19 ғасырдың 70-90 жылдарында Шығыс Түркістанда қоныс аудару жүзеге асырылды. 4682 дүнген қоныс аударып келді. Сонымен қатар дүнгендер Шу өзенінің оңтүстік жағалауын жалға алды. Сол оңтүстік жағалауда дүнгендер міне жем өсірумен айналысты. Олар да бау-бақшамен айналысты. Ол бау-бақшада өсірген жемістері, көкөністері олар алма, шабдалы, қара өрік және өрік. Керемет. Қалай сендерге балалар? Жауаптар ұнады ма? Өте дұрыс, иә. Мен де 3 қабатты үйді бұл топқа да бердім деп отыр. Ал біреуміз жапсырамыз қалғанда. Үшінші. Дүнгендер бау-бақшамен айналысты. Олар шабдалы, алма, қара өрік өсірген. Мысалы, міне бұл жерде алма және алмұрттың суреті тұр. Мына
мына жетісу аймағы осы Алматы облысында жетісу аймағы орналасқан ұйғырлар осы жетісу аймағында қоныстанған 1884 жылдың басында 45.373 ұйғыр қоныстанып бастаған. Тағы да не айтып отыр? Дүнгендер жайында. Қанағаттанамыз ба? Жақсы. Бірақ екі қабатты үй берейік, иә? Кішкене сәл олқылықтар болып жатыр. Бұл да аз үй емес. Ал отыра қойыңдар жарайсыңдар балалар. Газеттерді жабыстырып бағалаулар қойсақ, ал енді балалар бүгінгі осы тақырып бойынша тест жұмыспен жұмыс жасайды, иә? Бүгінгі сабаққа байланысты білгендерін, оқыған оқығандарын, көргендерін слайдтан, видеодан, қазір постерде құрып жатып қарастырып болады. Жетті ма бағыттарына? Абай бізде екінші күйе Kullanıp anlamız bilgilerimizi ortaya sallıp oylanıp cevap verecek. Al balalar Қазақтaki оқушылар болып қойып жатыр. Біз енді бұны көршіме сенемін деген әдіс арқылы. Яғни бір-біріміздің көршімізбен алысамыз. Бір-біріміздің көршімізге алысамыз. Болғандарымыз. Енді сендерге алмалар беремін. Жасыл, қызыл, сары алма. Әр топқа. Жасыл, қызыл, сары алма. Бұл алмаларды балалар бір-бірінен қазір ешқандай сұрағы қате емес, барлық жауап дұрыс болса, қызыл тәтті, ең тәтті алманы берейік. Ал кішкене бір-екі сұрақтардан қате кеткен болса, сары алма, ал қателіктер өте көп болушы болса, онда жасыл алманы берейік. Көршімізге алысып, тест жұмысына жауап береміз. Ал балалар, бір-бірімізді көршімізді тексереміз. Жауаптары шығып тұр тақтада. Тексереміз. Сол жауаптарына сәйкес алмаларымызды береміз көршілерімізге.
тексерейік. Тексеріп болған жауаптарына қарай алмамен көршімізді бағалаймыз. Ал бағалар ғой. Bir-birіңді бағалап, алмаларыңызды беріңдер, я? Қай алмаға лайық? Ал болған топ біртіндер алмаларыңды ана жерсіз қалған жапсаңдар. Кезекпен үшінші топ қана бар кетті, екінші топ отырды. Әрқайсысы өздерінің аралдағы жеміс жидектерге алмаларды жай қалды пісірейік. Енді балалар бүгінгі сабақта алған кері байланысыңызды WhatsApp желісі арқылы қазір яғни жазып жіберіңдер маған, я? Мен мына жерде кімге қалай ұнады сабақ, соны барын көреміз. Сабағымызды. Сабақ ұнады ма? Мүмкін қиындық соққан жерлері бар ма? Ұнаса несімен ұнады? Кәнекей? Өзіміздің неге? Топқа жіберді, иә? Жетінші онлайн сабақ деген топқа жіберіңдер, тез yapalım. Қиынға соққан жерлер болса, оны жазыңдар. Мынау алдындағы басқа өзіміздің сабақ бойынша, иә, көбісі. Ал мынау нелерден бастайық? Талшын, маған сабақ қатты ұнады. Мен дүнгендер және ұйғырлар туралы көп ақпарат бердім дейді. Кәусар, Марал, бүгін сабақ мен үшін өте керемет әрі қызықты өтті, бәрі түсінікті болды дейді. Апай, маған бүгінгі сабақ өте қатты ұнады, және де тапсырмаларды оңай орындадым дейді Кәусар. Алина, менің ойымша сабақ өте керемет өтті. Ал осы жерде керемет өтті, қай жер сендерге несіме қызықты болды? Кім айтады осы жерде? Нұрсұлтан? Маған дүнгендердің Жетісуға қалай қоныстанып келгендері ұнады. Не себепті қалай не үшін келгені туралы саған көп ақпарат берілді, иә? Сол жайында білдім. Керемет, тағы да. Мынау екінші топтан сөйлеп жүрейік. Кімге қалай ұнады? Саяқ орнымызда тұрамыз. Меніңше бұл сабақ өте қызықты өтті және маған барлығы түсінікті болды. Мен дүнгендер туралы көп ақпаратты білдім. Жақсы, рахмет. Ал одан кейін бірінші топтан.
Шолпан. Маған қадағаны Ресей империясының қоныстану саясаты өте қатты ұнады, және де біз осы бірінші топ постер қылғанымыз өте ұнады. Постер қылғаны деп қазақта өздерінде көп білім, көп ақпарат берді. Жарайсыздар, сендердің осы нелеріңе байланысты мен бүгін сендердің аралдарыңа қонаққа келіп, бір аралдарына тағы да бірдеңе жетіспей тұрған сияқты. Сол сияқты, яғни кеме бергім деп отыр. Әрқайсының жауаптарына байланысты, иә? Ең үлкен Титаник кемені. Міне, бірінші топқа бергім деп отыр. Бірінші топқа шыққан жақсырақ ойыңдар. Екінші топқа желкенді кемені берем. Яғни бұлда өте керемет. Үшінші топқа кішкене оқулықтар тапты, бірақ бұдан да келесі жолы керемет болады деген ойдамын, е? Ескекті қайық беремін. Кәнті, топтарына жапсырақ ойындар, аралдарына. Аралдарына жапсырақ ойындар, іздетіп. Судың үстіне, мінекей қарандаш балалар. Бізде бос аралдар берілген еді. Мінекей біз толтырдық үймен, қайықпен, тұрғындары бар, алмалары пісіп қандай тәтті алмалар. Мінекей сонда бізде ешқандай арал жоқ. Нені? Аралды, яғни үлкен адамдар тұратын тұрғыны бар жерлерге айналдырдық. Өте керемет. Демек біздің қолымыздан барлығы келеді деген сөз. Біз Қазақстанның болашағымыз. Бізде әртүрлі ұлттар қазір келіп қоныстанып, біз көп ұлтты халықтың бірі болдық, иә? Достық, барлығы бірге сақтай отырып, қазір біз көп ұлтты халықтың біріміз. Мінекей сендердің қолдарынан бәрі келеді, сабақтан ешқандай қалмай, білімді әрқашанда бірінші орынға қойып, мынандай жетістіктерге жетіп отырсыздар. Міне әр топтың қалай жұмыс жасағаны көрініп отыр. Бүгінгі онда сабақ сендерге осымен қызықты, ұнаған барлығы түсінікті болған болса, үйге тапсырма Ресей империясының осы қоныстандыру саясатын үйге аламыз. Жақсылап, тағы да басқа да ақпараттар іздеп